Абайдың төртінші қара сөзіне ой толғау. Абайдың төртінші қара сөзі адам өмірінің мәні, уақыттың қадірі және өмірдің өткіншілігі туралы терең философиялық ойларға толы. Ақын адамның бұл дүниеге мәңгі келмегенін еске салып, әрбір сәтті пайдалы істерге, білім алуға және жақсылық жасауға арнау қажеттігін айтады. Ол бос уақыт өткізудің, жалқаулықтың және мақсатсыз өмір сүрудің адамды рухани әлсірететінін ескертеді. Бұл қара сөзден мен өмірдің ең қымбат байлығы уақыт екенін түсіндім. Өткен уақыт ешқашан қайта оралмайды. Сондықтан әр күнді мәнді өткізіп, өзімізді дамытып, білімімізді арттырып, айналамызға пайда келтіруге ұмтылуымыз керек. Қазіргі заманда уақыттың қадірін білу бұрынғыдан да маңызды. Технологияның дамуы мен әлеуметтік желілер кейде уақытымызды босқа өткізуге себеп болады. Абайдың өсиеті бізді әр минутты бағалап, өмірімізді мақсатпен өткізуге шақырады. Менің ойымша, Абайдың төртінші қара сөзі адамды еңбекқорлыққа, ізденіске және өмірдің әр сәтін бағалауға үндейтін мәңгілік тағылым. Бұл шығарма әрбір адамға өз өміріне жауапкершілікпен қарап, уақыттың қадірін түсінуге көмектеседі.